Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде 9 сынып алгебрасының 23-21 есебі келтіру формуласына арналған. Бізде 23-21 есепте осы теңдікті дәлелдеңдер дейді. Мына теңдіктің сол жағындағымызда бір шығу керек. Сол кезде бізде теңдігіміз дәлелденеді. Бізде бұл жерде келтіру формуласының кестесін пайдаланамыз. Яғни косинус пи плюс альфада бізде келтіру формуласы бойынша минус косинус альфаға тең. Минус косинус альфа бізде квадрат болғасын, мынаның квадраттаймыз. Бөлінген 1 минус синус альфа деп жазамыз. Және минус косинус пи бөлінген 2 минус альфада бізде косинусымыз синусқа тең, синус альфаға тең. Шығарамыз. Теңдіктің тек қана сол жағын шешейік. Минус косинус альфаны квадраттасақ, бізде косинус квадрат альфа шығады. Бөлігінде 1 минус синус альфа және минус синус альфа. Так, бізде бөлшек болғасын жерде ортақ бөлімге келтіреміз. Мына синус альфаға 1 минус синус альфадан береміз. Сонда бізде бөлшек бөлімінде 1 минус синус альфа жазамыз да, екеуіне ортақ. Алымында бірінші бөлшектегі косинус квадрат альфаны жазамыз, минус екінші бөлшектегі бізде синус альфаны көбейтеміз, 1 минус синус альфа деп жазамыз. Және жақшаны ашамыз. Яғни косинус квадрат альфа минус синус альфаны бірге көбейтсек бізде синус альфа шығады. Синус альфа көбейтсек синус квадрат альфа шығады, бірақ алдында минус бар, минус пен минусымыз плюсті береді, плюс синус квадрат альфа. Және бөлімінде бізде 1 минус синус альфа шығады. Ал мұн жерде косинус квадрат альфа мен синус квадрат альфаның қосындысы бізде синус квадрат альфа косинус квадрат альфаға бізде екеуінің қосындысы бірге тең. Яғни мына екеуі бізде бірді береді. 1 минус синус альфа қалды сонда. Мына екеуінің орнына 1 болса, бізде қалады минус синус альфа. Бөлімінде 1 минус синус альфа. Яғни бұл жерде бізде алымы да бөлімі де бірдей болғасын қысқарып кетеді. Орындарында 1 қалады, 1-ді 1-ге бөлсең бізде 1 шығады. Яғни теңдіктің сол жағында бізге 1-ге тең, оң жағында да бізде 1-ге тең болып тұр. Яғни теңдігіміз дәлелденді. Екінші теңдігімізді қарайық. Бізде синус пи плюс альфа берілген екен. Бірінші сол жағын орындап алайық. Минус синус альфаға тең, пи плюс альфада синусымыз, және бізде квадрат болғасын квадраттаймыз. Бөлшектің бөлімі келмейміз, жазып қоямыз. Және косинус 2пи минус альфада бізде косинус альфаға тең. Бұдан шығатыны 1 минус косинус альфа, минус пен минусымыз бізде квадраттанды, плюс болады. Синусымыз синус квадрат альфа болады, минус косинус альфа. Дәл жаңа біріншісінде біз ортақ бөлімге береміз, яғни ортақ бөлім бізде 1 минус косинус альфа. Жазамыз 1 минус косинус альфа, синус квадрат альфаны жазып қоямыз, минус косинус альфа көбейтілген, жақшаның ішінде 1 минус косинус альфаға. Жақшаны ашамыз, синус квадрат альфа минус косинус пен біріміз бізде косинусты береді, косинус альфа, минус пен минусымыз плюсті береді, косинусты косинусқа көбейтсек бізде косинус квадрат альфаны береді. Бөлімінде 1 минус косинус альфа. Яғни бізде мына екеуі қайтадан 1-ге тең болады. 1 минус сонда қалады косинус альфаға. 1 минус косинус альфаға. Сонда екеуі қысқарады, бізде 1-ге тең болады. Сонда теңдіктің сол жағы да 1-ге тең, оң жағы да 1-ге тең, екеуі бірдей болды, дәлелденді. Мынау бізде жаңағы бірінші есептегідей синус пен косинустың квадраттарының қосындысы 1-ге тең дегенге келіп тұр. Келесі бізде косинус 2пи минус альфа. Косинус 2пи минус альфада бізде мәні болады. Так, бірінші біз берілгенін жазып қояйық. Теңдігіміздің сол жағын 1 плюс синус минус альфа плюс косинус 3пи бөлінген 2 минус альфа. Косинус 2пи минус альфа бізде косинус альфаға тең, яғни косинус квадрат альфа шығады. Ал 1 плюс синус минус альфа дегеніміз бізде синус минус альфада минусымыз минус таңбасы алдына шығып кетеді. 1 минус синус альфа болады. Және косинус 3пи бөлінген 2 минус альфада косинусымыз бізде минус синусқа тең. Бізде мында плюс, мында минус синус альфа болады. Яғни плюс пен минус бізде минусты береді. Минус синус альфа. Және біз ортақ бөлім келтіреміз. 1 минус синус альфадан береміз.
сонда бөлімін жазып қоямыз. 1 минус синус альфа. Ал мында 1 косинус квадрат альфа минус синусты 1-ге көбейтеміз. Синус альфа. Минус пен минусымыз плюс болып кетеді да. Синусты синусқа көтсек, синус квадрат альфа шығады. Сонда бізде дәл жаңағындай косинус пен синустың қосындысы бізде 1-ге тең болады да. 1 минус синус альфа бөлімінде 1 минус синус альфа. Екеуі тағы да қысқарып кетеді да, бізде 1-ге тең болады. 1 мен 1-іміз тең, дәлелденді. Теңдіктің сол жағында бізде 1 шықты да, оң жағында берілгенде 1 тұр. Келесі 4-шісінде дәл жаңағындай алдындағыдай бізде сол жағын теңдіктің жазып аламыз. Және синус 3π минус альфада деген бізде 3 көбейтілген π минус альфа деген сөз. Яғни π минус альфада синусымыз бізде синусқа тең. Яғни синус квадрат альфа тең. Себебі бізде квадрат. 1 минус косинус минус альфамыз бізде жай ғана косинус альфа болып шығады. Және 5π минус альфа дегеніміз бізде 5 еселенген π минус альфа деген сөз. Яғни 5 көбейтілген π минус альфа. Π минус альфада бізде косинусымыз косинус минус косинусқа тең. Яғни мынадан шығатын минус пен мына плюсымыз бізде минусты береді. Ортақ бөлім берем. Жазып қоям. Бөлімінде 1 минус косинус альфа, алымында синус квадрат альфа минус 1-ге косинусты көбейтсең косинус альфа. Мында минус қой. Минус пен минусымыз плюсты береді. Косинус пен косинусымыз косинус квадрат альфа береді. Сонда бізде жаңағыдай синус пен косинустың квадратының қосындысы бізде 1-ге тең. Сонда шығады 1 минус мында косинус альфа. Бөлімінде де 1 минус косинус альфа. Сонда екеуі қысқарады да бізде 1-ге тең болады. Сонда сол жағы да оң жағы да бізде 1-ге тең. Сонымен өрнегіміз дәлелденді.